Женский жақтарында эрозия болмау үшін сол сияқты кейбіреуінде сасық болады, бактерия болады, сол сияқты соған қалай күтім жасау керек. Еркектерге, бұл енді әйелдерге айтамын да, мынандай менде вагинальный спрей бар. Оны сеуіп тазалап отырасыңдар ватный дискпен. Одан кейін барып менде өзім производство бастадым. Бұл экологический шөптерден жасалған сабын. Бұны бір штуктап сатылмайды, упаковкасы 5 штуктан болады минимум. Сол 5 штуктан аласыңдар, жекеме жазып аласыңдар. Таза экологический, мысалы қазіргі қолданып жатқан шошқан майынан сол сияқты отход майлардан жасалатын сабындар, поэтому зиян. Екіншіден, always қолданбаңдар, тазасы мақтадан жасалған етіндер. Бұл биспинолдан жасалады. Always тампон деген сияқты биспинолдан жасалады. Ондай қолданбаңдар. Тазасын ғана қолданыңдар. Нанымен жуып тазалап, спрейін сеуіп отырыңдар, тап-таза болсын. Ішінде сасық болмайды. Иістің барлығы немеде интим жақта сасық болу микроб бактериядан болады, эрозия. Сияқты эрозия болу, мына жақтарда миома киста бұл жақтан болады, қосымша мысалы бактерия, енді половак дейді, солардан болған кездерде наулар жақсы көмектеседі. Ол постоянно болу керек дейді. Сенде интимный сабын, интимный спрей болу керек. Постоянно өздерін алып қойыңдар. Бұны қалай заказ бересіңдер? +7 705 664 25 57. Интимный спрей и сабын, экологический сабын дейсіңдер. Бұл бағасы қымбат емес. Мен жерге жазып аласыздар, жекеме жазып аласыздар. Мен өзіме интимный неме зонама комментарий жазып кетіңдер. Доктор мен өзіме интимный зонама уход жасағым келеді. Уходта ұстап отырыңдар. Бұл еркектерге де касается мужской и женский болып саналады. Спрей еркектерге де, әйелдерге де арналады. Мына сабын тоже еркектерге де, әйелдерге. Иісі де жақсы көпірет, экологический, биологический. Максимум бөлсіңіздер, біліп жүрсіңіздер. Көп адамдар мысалы сасып орсып жүреді, просто олар білмейді, артынан ол көптеген ауруға алып келетін. Біліп жүріңіздер өздеріңіз.